Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін информатика пәнінен 4-ші сыныпқа арналған сабақтың тақырыбы интернетке деректер жіберу. Сабақтың мақсаты файлдарды қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу. Жетістік критерийлері: электрондық пошта дегенді біледі, электрондық поштаны ашып үйренеді, әлемде қандай электрондық пошта қызметі бар екенін біледі. Интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтің бір түрі электрондық пошта. Бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Электронды поштамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтердің түрлері көп. Мысалы, Gmail, Google Mailден қысқартылған Gmail немесе Gmail. Американдық Google компаниясының электронды тегін пошта қызметі. Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша адамдардың басым бөлігі gmail.com поштасын қызметін пайдаланады. Сонымен қатар, қолданушының ең көп қызметтік пошталарының бірі Mail.ru поштасы. Mail.ru ресейліктің ірі байланыс порталы. Кез келген жаңадан бастаған тұтынушы пошталық қызметке тіркеліп, өзіне тегін электрондық пошта жәшігін аша алады. Электрондық пошта жәшігін адресін көрсетіп жазады. Mail.ru.kz пошталық қызметіне тіркелу жолын қарастырайық. Біз Google'ден өзімізге электрондық пошта ашамыз. Бұл жерде ең астында создать аккаунт деп тұр. Осы создать аккаунт батырмасын басамыз, яғни жанында далее деген батырмасын басып, келесі регистрация бөліміне көшеміз. Бірінші шаг бір регистрация бөлімінде ашылған сұхбат терезесіндегі барлық қатарларды сұраныс бойынша толтырып шығамыз, яғни атымыз, тегіміз. Бұл регистрация шаг 2-де де, яғни ашылған сұхбат терезедегінің барлық қатары бойынша, сұраныс бойынша тағы да толтырып шығамыз, яғни придумайте пароль дегенге пароль, яғни ойлап табамыз, екіншісіне соны қайталап жазамыз, үшіншісінде өзімізге контрольный сұрақ қойылады, сол сұраққа жауап береміз. Одан кейін туған күн, ай, жылымызды жазамыз. Одан кейін олар бізге яғни сурет жібереді. Яғни осы жерде номер немесе әріптерді жазып, зарегистрироваться деген кнопканы басып, біз өзімізге электронный поштамыз ашылады және дайын болады. Ал енді құрметті білім алушылар, сіздерге үй тапсырма бергім келіп тұр. Яғни электронный пошта ашып, өздеріңізге электронный поштаны создать етіңіздер. Және де осы электронды поштаға арналған бағдарламаны зерттеңіздер.